перизаттар. Қарақшылар арала. Ұшқыр қиял, асыл арман, мақсатыма мен азығам. Үнеме, сенде арман жолындасың, мақсатыңа жетерсің. Сенемін, талпынсаң жетерсің мұратқа, бар жоспарың орындалар, шықса алдыңнан сан кедергі. Енді мына жаққа міне қызым. Сәлем, Зарина. Тағы да сиқырлы гүл тозаңдарын таусылып қалды ма? Мені білесің ғой, Розетта. Гүл тозаңын ұзақ уақыт сақтаудың құпиясын айтайын ба? Қамқорлығың үшін рахмет, Эридесса. Өмір тамаша, әсемен салам, әр күніне мен жадана. Осында гүл тозаңын сақтаушы перизаты дей ме? Иә, айтарға сөзім жоқ. Күн көзінен қуат алам, жаңбырға құшақ жаям. Жарайсың, жуынамыз. Қанадыңды көтер. Мінекей. Сәлем, Зарина. Қанатыңа не болды? Жаяу серуендеп жүрмін. Алаңдама, құрбым. Бүгін құлпырып кетіпсің. Мәссаған, мен бұлай жүре алмаймын. Немене? Бақыт дегеніміз осы ғой, уайымсыз күн кешір күнге жетсін. Өмірім менің ертегідей, ғажап сәттерге толы. Ғажап. Міне, осылай. Талпынсаң жетерсің мұратқа, бар жоспарың орындалар. Шықса алдыңнан сан кедергі, жігерленде сен шыдамды бол, жан-жағыңа қара, уақытты бағала. Жапырақ қалташаға салынған тозаң ешқайда көтерілмейді. Ал егер бірдеңенің үстінен себетін болсақ, ол көбейіп шыға келеді. Енді гүл тозаңы солай көбейеді ғой. Әрине, оған дауым жоқ. Бірақ неліктен бұлай болатын білесіңдер ме? Сонда сендер көбею құбылысы жайлы ешқашан ойланбадыңдар ма? Қайырлы таң, перизаттар. Қайырлы таң. Ал қанекей, бүгін кім кезекші болатынын көрейік. Қай әрпе келбек? Жарпне. Жанетта. Айтпақшы, бүгін Жанетта келе алмайтын бол. Тағы да білегі қақсап ауырып жатыр. Қандай ғажап! Не ғой, обал болыпты дегенім ғой. Ал әліпби бойынша келесі әріп З екен.